Адам өмірінің құпия сырлары. Жүзі нұрлының сөзі жылы, көзі нұрлының жүзі жылы. Ақылы биіктің айтары көп, еңбегі биіктің татары көп. Еңсесі биіктің қайраты көп, талғамы биіктің талдауы көп. Өгейлік көргеннің өкпесі көп, таяқ жегеннің тартқызғаны көп. Жоқ боп жүргеннің оңды ісі жоқ, бар боп жүргеннің базары көп. Алқынып тұрғанның айтары көп, жемқордың ертеңі көп. Қақпай көргеннің жалтаңы көп, ажары солғанның тартқаны көп. Ұйықтай бергеннің алаңы жоқ, ұйқысы қашқанның мазасы жоқ. Үрей басқанның ісінің тазасы жоқ, ақымақтың аласы жоқ. Бет албаты сөйлей бергеннің санасы жоқ. Күлікештің көңілі тоқ, көңілсіздің ісінің өнімі жоқ. Пара бергеннің тірлігі шала, пара алғанның құлқыны пәле. Аяр адамның тілі айыр, өзіне опа бермегеннен не қайыр. Көршісі аш байдан не қайыр. Бұлттап тұрып жаумаған күннен не қайыр. Пайдаға жарымаған жеріңнен не қайыр. Олақ болса байың жаман, салақ болса әйелің жаман. Жарыса сөйлеген қызың жаман, тоғышар болса ұлың жаман. Елі тозып жүрсе басшысы жаман, басшысы қашқақтаса елі жаман. Қойы ұрғаш туғанның бағы ерен, иті ұрғашы тапқанның бағы тамам. Басы жоқ үйдің ұрысы көп, бақыты жоқ елдің түр-түсі көп. Ақылшысы бардың айғайы жоқ, алтын қылышты назары көп. Бәрінен де бас аман, ден сау болып жүрген адамның бұл өмірден алары көп. Авторы Құнанбай Бәйсенұлы. Оқыған Шекер Қадылбекқызы. Домбырада Қызырқан Бабақұмарұлы.